Жаратылыстану сабағы, сабақ тақырыбы дыбыстар қандай болады? Оқу мақсатымыз дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктейміз, эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру. Бағалау критерийлеріміз: дыбыс көздерін дыбыс шығару күшіне қарай жіктейміз, бәсең және қатты дыбыстарды анықтай аламыз және нәтижелерін кестеге түсіре де алатын боламыз балалар. Ендеше 78 және 79 бетке назар аударайық. Суретке қараңдар. Суретте не беріліп тұр? Дұрыс айтасыңдар, стадион. Стадионның суретіне қараңдар. Онда не болып жатыр? Қалай ойлайсыңдар? Қандай дыбыстарды естуге болады? Бұл дыбыстардың қаттылығы туралы не айта аламыз? Стадион қандай дыбыс көзіне жатады? Яғни суретке қарап, одан қандай дыбыстар естуге болатынын айтайық және стадионды дыбыс көзін анықтаймыз. Мұқият қараңдар. Стадионда не болып жатыр? Балалар футбол ойнап жатыр. Және бұл жерде айқайлап жатыр, бір-біріне қолдау білдіріп, шуласып ойнап жатыр. Яғни бұл стадиондағы ойын қатты дыбысқа жатады. Стадион, адам көп жүретін көше қиылыстары мен би алаңдары сияқты орындардан қатты дыбыстарды естуге болады. Театр, аурухана, кітапханада бәсең дыбыстар естіледі. Яғни дыбыстар екіге бөлінеді балалар. Қатты дыбыс және бәсең. Екінші суретке назар аударайық. Суретке назар аударып, балалар қайда жүр? Бұл жерде қандай дыбыстарды естуге болады? Анықтайық балалар.